деректі фильм түсірді. Бағзыдан Бадғыз қорығын мекендеген жарықтық барса келместі жатсына қоймады. Теңіз ортасындағы аралдың табиғатына тез бейімделіп, жерсініп кетті. 70 жылдардың басында олардың саны 300-ге дейін жеткен көрінеді. Бірақ арал теңізі тартыла бастаған заматта бейшара мақұлықтың басына қайтадан завал төнді. Ғалымдар дала тағысын тағы да өлтіріп алмауды ойлап, еліміздің өзге өңірлеріне жерсіндіруге күш салды. Алғаш боп Алматы облысындағы Алтынемел жеріне жіберілді. Қазақ ғалымдарының бастамасымен Қапшағай көлінің маңына құландар алғаш рет әкелініп, бұрын соңды болмаған тәжірибе жасалынды. Бірақ бұл жануарлар заманында осы өңірді мекендегенін тарихтан білеміз. Яғни құландар отанына оралды деп айтуға болады. Өткен ғасырдың 70 жылдары барса келместен Алтынемелге қоныс аударған 27 құлан бүгінде өсіп өнді. Жетісу жеріне ата қонысына бауыр басты, қазір олардың саны 2000-нан асты. Алтынемелде сәтімен орындалған тәжірибе Іле-Шала Жамбыл облысындағы Андасай құмында да жалғасты. Андасай мемлекеттік қорғалымына 80 жылдардың екінші жартысында құландар әкелініп, осы Андасайға жерсіндіріліп, құланария ашылған. Соңғы рет Совет үкіметінің 91 жылы тағы әкелініп жіберілген. Енді тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өздеріңізге белгілі қиын қыстау заман болды, сол кезде одан айырылып қалдық. Құландарды көбейту тоқырау жылдары сол тоқтағаннан тоқтап тұрды. 2003 жылы Ауыл шаруашылығы министрлігі арнайы бағдарлама қабылдап, жапан даланың жазықсыз жануарын қорғау көбейту шараларына қайта кірісті. Осы жобаның арқасында Андасайға Алтынемел ұлттық саябағынан 2007 жылы бір үйір құлан жеткізілді. Осы үрдіс биылда жалғасып, ескі жыл мен жаңа жылдың тоғысар тұсында тағы да 28 дала жылқысы Андасайға жіберілді. Мына құландар бұл жерге 2 желтоқсанда әкелінген болатын. Еркіндікке жіберілмес бұрын бір ай бойы қолда күтімделді. Оларға құнарлы жем-шөп беріп баптадық. Алтынемел құландарын Андасайға жіберу ісі алдағы уақытта да жалғасады. Жыл соңына дейін тағы да 50 бас құлан жеткізу жоспарланып отыр. Андасай қорғалымы Бетпақдала мен Мойынқұмның шектесер тұсында тұр. Табиғаты әсем, сай-саласы аң-құсқа қолайлы мекен. Асықпай араласан қарақұйрық, арқар, ақбөкен секілді қызыл кітапқа енгізілген жануарлар, азулылар мен тұмсықтылардың талайын жолықтырасың. Андасайдың жазығында, андасанда құландар да кездеседі. Құйрығы жоқ, жалы жоқ құланның негізі жауы көп. 4 аяқты жыртқыштардан бөлек, 2 аяқты қасқырлар да қапысын тауып қырып салуға құштар. Заң бойынша құлан атқан адам оңдырмай жазасын алады. Сондықтан болар мылтығын асынып құланның қасын күтіп жүрген аңшылар аздап болса да сиреді. Есесіне киіктерді аулау тыйылмай отыр. Қазақ киелі санайтын киіктерді қырып жою жағынан Қостанай облысы дес берер емес. 2013 жылы 182 киік ашкөз аңшылардың құрбаны болған. Жақында ғана Жангелдин ауданына қарасты аумақтан 85 бөкеннің өлігі табылды. Бәрінің мүйіздері кесілген. Қазіргі уақытта осы мәселе бойынша полиция қызметкерлерімен сот ісі жүргізіліп жатыр. Мемлекетке келтірілген шығынның көлемі 240 миллион теңгеге келеді. Бұл жөнінде қылмыстық іс қозғалуда, әзірге тұлға анықталмай жатыр. 2010 жылы республика бойынша 420 бөкенді қанға бөктірген 32 браконьерлік топ қолға түсіпті. Қолданыстағы заңға сәйкес әрбір аналық ақбөкен 200 айлық есептік көрсеткішке сай бағаланады. Егер айыптылардың кінәсі дәлелденсе, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылуымен қоса атылған аңның құнында өтеуі тиіс. Дегенмен кәнігі аңшылар бұл айыппұлды бірер бөкеннің мүйізін саудалаумен ақ өндіріп алары сөзсіз. Себебі қара базарда бейкүнә жануардың мүйізіне сұраныс көп. Сондықтан қанша жерден қадағалау болғанмен құныққан браконьерлер дала тағысын қырып жатыр. Соңғы санаққа сенсек, қазір қазақ жерінде 85 мыңнан астам киік қалыпты. Есболат Айдыбосын, Дәуренбек Әбдібек, Ержан Жаңбырбай, Жандос Қайып, Апта-KZ. Қысқа ғұмырын туған халқы үшін, мемлекеттік және территориялық тұтастығы үшін күрескен алашшыл азамат Смағұл Садуақасовтың Мәскеуде қалған сүйегі туған еліне жеткізілетін болды. Құдайдың құдіретімен Мәскеудің Донская кладбищесінде сақталып келген денесінің күлін біріншіден мұсылман ғұрпымен жерлеу, екіншіден отанына жеткізу мәселесі толықтай шешілді. Смағұл Садуақасов 30-ға жетпеген жасында мемлекеттік жоспарлау комитетін, жастар ұйымын, оқу-ағарту халкомын, еңбекші қазақ қазіргі егемен Қазақстан газетінің бас редакторы сияқты қызметтерді атқарды. Биыл дара қайраткер туғанына 110 жыл,
өмірден қайтқанына 77 жыл толады. Бұл сырт елден ел ішіне жеткен бір оқиға. Енді осы аптадағы халықаралық жаңалықтар туралы. Міне бір аптаның жүзі болды, Солтүстік Америка мен Еуропадан құс жауды деген хабар толастамай отыр. Ал орнитологтар кейінгі күндері әлем жаңалықтарының басты қаһармандарына айналды. Неге қыста аспаннан қар емес, мысалы өлі қарғалар жауады? Бұл сауалға тұшымда жауап әлі жоқ. Қысқасы, әркімнің пайымы әртүрлі. Кейбір мәліметтерге қарағанда, ақш-тың Арканзас штатының аумағына 5000-ға жуық құзғын түскен. Содан кейін өзге штаттарда, әрі қарай Канада, Швеция, Италия жерінде де мыңдаған өлі сауысқан мен қарға көгершіндер табылды. Кейбіреулер бұл құбылысты табиғаттың өзгеруімен байланыстырады. Тағы біреулердің сөзіне сенсек, құстар жаңа жылдық от шашудан қатты шошынып, жүйкесі зақымданып, қанат қағудан қалған. Олар уланды, олар мәшиненің астына түсті, олар химиялық қару сынағанда қырылды. Тіпті бұдан заманның ақырын көретіндер бар. Тізбектей берсек, дәлел-дәйексіз болжам көп. Ғалымдардың айтуынша, көктен бұған дейін де құс жауған. Алайда неліктен деген сауалға орнитологтардың өздері жұмбақ құбылыс деп бастарын шайқайды. Ал мына кадрлар Германияда түсірілді. Қазір кейбір немістер базарға барып жұмыртқа мен тауық етін сатып алудан қауіптенеді. Себебі осы аптаның өзінде ел аумағында 4700 құс фермасы жабылып, мыңдаған балапан қырылды. Ал олардың құлқынынан өткен диоксин элементі иммунитетті әлсіретіп, тіпті онкологиялық ауруға шалдықтыруы мүмкін. Германиядан құс және шошқа етін импорттаудан Ұлыбритания, Словакия, Оңтүстік Корея және Голландия бас тартқан. Не жағдай болған тұтынушыларға шама келгенше тезірек түсіндіріп беруіміз керек. Диоксин жұмыртқада ма, әлде шошқа етінде ме? Бұл мәселеге қатысты тергеу басталды. Айтпағым, қазір бізге мамандардың ғылыми түрдегі дәйекті жауабы керек. Бүгін Суданда тарихи шешім қабылдануы ғажап емес. Егер оңтүстіктің халқы референдумда жеке ел боламыз деп дауыс берсе, Африканың ең ірі мемлекеті ыдырайды. Ал әлем картасында жаңа мемлекет пайда болады. Солтүстіктен бөліну мәселесін дауысқа салу үшін 10 штатта 2,5 мың бөлімше ашылған екен. Және референдумға 4 миллионға жуық адам қатысуы тиіс. Олардың дені тұрмысы өте төмен араб мұсылмандар. Ал Суданның теріскейінде негізінен қара нәсілді христиандар мекендейді. Екі жақ 1983-2005 жылдар аралығында үздіксіз соғысып, 2 миллиондай адам қаза тапты. Сонымен қатар саңмын адамның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Бөлініп жеке ел болуды қолдап жаңа ғана референдумда дауыс бердім. Бұл біз ондаған жыл бойы күткен өте маңызды да әрі тарихи күн. Осыған ұқсас жағдай Еуропаның Бельгиясында да қалыптасып отыр. Бұл корольдіктің үкіметсіз отырғанына бүгін 209 күн толыпты. Мемлекет халқының 6 миллионы фламанд тілінде сөйлейді, ал француз тілділердің саны 4,5 миллиондай. Бірақ былтыр жаздағы парламенттік сайлаудан кейін билік кімдердің қолында көбірек тию керек деген проблема күн тәртібінен түспей-ақ қойды. Дәл осы дау коалициялық үкімет құруға кедергі, және дәл осы дау шағын елді бөлшектеуге жақын. Аптаның ортасында Аргентина полициясы банктен шамамен 6 миллион долларды оп-оңай алып кеткен қылмыскерлердің ізіне түсті. Ұрылар Буэнос-Айрестегі қаржы мекемесінің сейфіне жер асты жол арқылы жеткен. Ұзындығы 30 метрлік тоннельді олар шілде айында көршілес үйдің ішінен қаза бастаған. Бірақ 140 темір жәшікті бұзып, салымшылардың ақшасын түгелдей әкету үшін банктың ішінде 3 күн жүруге тура келді. Жаңа жылдық мереке күндері болғандықтан ықылық атқан күзетшілер оларды байқамаса керек. Банк қызметкері келіп секцияларын тоналғаны хабарлады. Бірақ бізге сабыр сақтау керек қазір. Әйтпесе үлкен байбалам басталады. Бір өкініштісі, қыруар ақшаның кімнің қолында кеткенін ешкім білмейді. Ал кеше Куба революциясына 52 жыл толып, жылдағы дәстүр бойынша коммунист жастар мен ардагерлер шеруге шықты. Бір қызығы, әлем жұртшылығы жаңа жылды мерекелеп жатқанда, кубалықтар әйгілі диктатор Батистаның биліктен құлаған күнін еске алады. Тарихи деректерге қарағанда, Фидель Кастро Гавананың теріскейіне танкілер легін 1959 жылы қаңтардың 1-інде енгізіпті. Ал арада апта салып, ол бостандық аралығына социализм жеткенін жариялаған екен. Альбина Шыңғызы, Арыстан Рысбек, Апта КЗ. Биыл еліміз үшін мерейлі меже тәуелсіздігімізге 20 жыл толады. Барша мұсылман елдерінің басын қосатын Ислам конфедерациясы ұйымына төрағалық етеміз. Ал таяуда қысқы Азия ойындары басталады. Бас бәйге біздікі деп отырмыз. Оған спортшыларымыз да дайын секілді. Әрине ол жетістік ерекше патриоттық, отаншылдық рухқа бастайтындығы сөзсіз.
сан мәрте салтанатпен әнұранымыз шырқалатындығы тағы белгілі. Осы тұста дуалауызды сенатор Қуаныш Сұлтанов бір топ әріптестер атынан премьер-министрге жолдаған сауалын тілге тиек етейік. Онда көптеген азаматтар әлі күнге дейін мемлекеттік әнұран мәтінін білмейді. Және де барлық ұжымдарда әлі жиналған көпшілік шараларда таспаға жазылған фонограмма ойнатылады делінген. Сондай-ақ көпшілік тіпті ант беретін мемлекеттік қызметкерлер де гимнге жай ән деп қарайды. Жас ұрпақты, жас спорт шеберлерін отаншылдыққа, отанға патриот болуға қалай тәрбиелемекпіз делінген онда. Жеті сенатор қол қойған үкімет басшысына жолданған бұл депутаттық сауалда басқа да жайттер жан-жақты айтылған. Арасында да Азияда ойындарында алтындарды қаптатып алып жатқанда әнұранды айта алмай жатуымыз ұят болары анық. Осы рухани әзірлігімізді ұмытпайық. Енді Азияда туралы сюжетпен журналист Бақытжан Омаров. Кеше ғана салиқалы саммит өткізіп, күллі Европаның мәртебелі меймандарын төріне шығарған Астана енді бүкіл Азияны қысқы ойындарға жинап жатыр. Аққарға әрленіп, аязға шыңдалып, ақшақардай жасанған әсем шаһар көпшіліктің есінде қалу үшін қазақ жұрты қолдан келгеннің бәрін жасап бағады. Азия ойындары Астана Арена стадионында ашылады. Бұл қазірдің өзінде сыртқы әлемге танымал ірі спорт ғимараттарының бірі. Жылжымалы шатыры, соңғы үлгімен жабдықталған алаңы бар келісті стадион. Енді 2 күннен кейін көптен тағаттана күткен Азияда эстафетасы басталады. Қысқы ойындардың басталуы Әл-Кувейтте Азия Олимпиада кеңесінің кеңсесі алдында тұтанып, кейін чартерлік рейспен қаңтардың 12 күні Алматыға жеткізіледі. Бас атрибутты спорт және туризм министрі Темірхан Досмұхамбетов алып келеді. Аты елімізде кең таралған мотоцикл айдаудың маманы байкер Дмитрий Петрухин қазір алау тапсыру рәсіміне қатысу үшін Әл-Кувейтте жүр. Бұған дейін ол Азия елдерін аралап, Азияның Олимпиада кеңесінің жалауына мемлекет басшыларының қолдарын қойдырды. 40 елге соғып 80 мың шақырым жолды жүріп өткен Петрухин ойын шырағын министрмен бірге оңтүстік Астанаға жеткізеді. После встречи с нашим главой государства с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 2006 жылы мен елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездестім. Президент маған Азия елдерін аралап, Азияданы насихаттауды тапсырды. Жалауды ұстап мен алыс сапарға шықтым. Байраққа алдымен Азияның Олимпиада кеңесінің басшысы қол қойды. Осыдан 3 күн бұрын қысқы ойындарға қатысуға жарылыстан көз ашпайтын Палестина елі ниет білдірді. Азия Олимпиада комитетінің өтінішін қазір қазақ елі қарастырып жатыр. Олимпиада кеңесінің шешімі бойынша Палестина Республикасының ұлттық Олимпиада комитетінің өтініші келіп түсті. Оны қазір талқылап жатырмыз. Мүмкін ол Олимпиада комитетінде мүшелікке қосамыз. Сондықтан бүгінгі таңда 29 Азия мемлекеттерінің қатысуымен күтіліп отыр. Оңтүстік Астанадан кейін алау эстафетасы Тараз қаласына жеткізіледі. Кейін 14 күні Шымкентте болса, 15-і Сыр еліне апарылады. Қызылордадан соң Шырақ батыс өңірді жағалап Қостанайда болады. Сосын Қызылжар, Көкшетау, Павлодардан өтіп, шығыс өңірге табан тірейді. Шара кейін Талдықорғанда жалғасып, 29 күні Қарағандыға алып келінеді. Жол бойы ауа райы қандай болмақ? Осы сауалға жауап іздеп біз метеоролог мамандарға жүгініп көрдік. Қазіргі сәтте Шығыс Қазақстанда түнгі ауа температуралы 45 аязға дейін түсірілді. Қазір енді бүгіннен бастап кішкене аяз басылады деп күтілеміз. Ауа температуралы көтеріледі. Осы қаңтар бойынша бірінші 10 күндік қаңтардың суық болады. Бірақ екінші 10 күндік ол 10-нан 20-сына дейін ауа температурасы кішкене көтеріледі. 30 градус аязға дейін түнде, 25-20 градус аязға дейін күндіз. Бірақ сосын 20-сына кейін тағы келесі аязды біз күтіп жатырмыз. Шара 30 қаңтар күні Астана көшелерімен өтіп, жаңа Астана Арена стадионында Азия ойындарының салтанатты ашылу рәсімінде мәресіне жетеді. Эстафета барысын жол бойы телевизиялық топ түсіреді. Сондықтан шараны республикалық арналардан көруге мүмкіндік бар. Ал ашылу рәсімін Қазақстаннан басқа сары құрлықтың бірқатар алпауыт мемлекеттері тамашалай алады. Бүкіл Азия мемлекеттеріне таратуды ұсынысып отырмыз. Ең үлкен мемлекеттер өздеріңізге белгілі. Жапон мемлекеті, Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея, Қытай, Индия, сол үлкен мемлекеттер ұсыныс беріп, оларға да
таратуымызды мәлім етті және де біраз Европа елдерінде, Ресейде де таратылу деп жоспарланған.